Дурай Пеппамын. Бұл менің кішкентайым Джордж. Бұл шұшқа мама, ал бұл шұшқа папа. Дурай Пеппа. Көжек Ричард ойнауға келді. Пеппа мен Джордж жатын бөлмелерінде ойнап жатыр. Бұл дүниедегі ең күшті үй болады. Джордж, көжек Ричард келді. Джорджеке! Ричард! Динозавр! Динозавр! Сау бол, Ричард. Мен сені кейінірек алып кетем. Джордж пен Ричард ең жақын достар. Джордж, Ричард, сендер менің үйімді бұздыңдар ғой. Басқа секірмейтін, бірдеңке ойнаңдаршы. Джордж ойыншықтар себетін вулканға айналдырып жіберді. Ричард ойыншық ағаштарын джунгли жасау үшін қолдануда. Джордж құрастыру блоктарын өзен жасау үшін қолдануда. Динозавр! Джордж пен Ричард жатын бөлмені динозавр әлеміне айналдырды. Мен кеттім, мұнда өте шулы болып кетті. Мен картоп дейм. Ал мен картоп дейм. Картоп. Жаңбырлы күндердің жақсы жері біз маңызды теледидар бағдарламаларын қарай аламыз. Картоп. Мама, Джордж пен Ричард жатын бөлмені динозаврлар әлеміне айналдырды. Және динозаврлар әлемі өте шулы. Джорджтың ең жақын досы осында, ал менде бірге ойнайтын ешкім жоқ. Сен қозы Сюзиді осында шақырсаң болады. Қозы Сюзи Пеппаның ең жақын досы. Сюзи шынымен дәл қазір келе алады ма? Оған қоңырау шалайық. Алло, бұл қозы Сюзи. Сюзи, бұл мен. Сен менің үйіме дәл қазір келе аласың ба? Я, Пеппа, мен өзімнің медбике костюмді киіп келсем бола ма? Иә, бірақ тез кел. Сау бол, Сюзи. Мен сені Тезірек, Сюзи. кейінірек алып кетем. Джордж, Ричард, медбике Сюзи келді. Және медбике Сюзи бұл динозаврлар әлемі емес, бұл аурухана деп айтады. Және аурухана таза әрі жиылған болу керек. Жатын бөлме енді динозаврлар әлемі емес. Ол аурухана. Мен маңызды дәрігермін. Бұл динозавр ауырғанға ұқсайды. Сізбен келісемін, дәрігер. Оның түсі өте жасыл, аурушаң. Оған төсекте жату керек. Және мына динозаврдың түсі өте күлгін аурушаң. Иә, дәрігер. Ол да төсекке жатуы керек. Динозавр! Ауруханада тыныштықты сақтаймыз. Чу-чу! Жатын бөлме енді аурухана емес. Ол темір жол станциясы. Жоқ. Перілер әлемінде ешқандай поездар болмайды. Енді жатын бөлме перілер әлемі. Перілер әлемінде тек әдемі заттарға рұқсат етілген. Неге жылап жатырсыңдар? Джордж пен Ричард динозаврлар мен поездарды ойнағылары келеді. Ал біз ауруханалар мен перілерді ойнағымыз келеді. Далада жаңбыр біткен сияқты. Сөйтіп, мүмкін барлықтарың далада ойнайсыңдар. Бірақ оларға кішкентай ұлдардың ойындары ұнайды. ал бізге ересек қыздардың ойындары ұнайды. Бірақ бақшада жаңбыр жауып болған соң, сендер әдетте не табушы едіңдер? Батпақтар! Ал батпақтар не үшін жарылған? Жоғары төмен секіру үшін. Ересек қыздар болсын, не кішкентай ұлдар болсын, бәрі де батпақта жоғары төмен секіруді жақсы көреді.